грубо айтатын болсақ, сиетін тесік, жататын тесік, тұшатын тесік. Кірген кезде именно қынаптың қабырғаларын сезіну керек. Қынапқа қарағанда көтеншек тар болғандықтан сол жаққа кіргісі келеді. Сәлем алтындарым, қалайсыздар? Бүгін сондай бір щепетильный темалардың бірі. Бұл анальды жыныстық қатынас. Түсінікті болу үшін айтайын. Яғни анальды деген сөз анус арқылы, яғни көтеншек арқылы жыныстық қатынасқа түсу. Анальды жыныстық қатынасқа әйел адам да, еркек адам да түсе алады. Сондықтан кейде әйелдер жазып жатады: күйеуім анальды жыныстық қатынасты сұрайды. Неге? Анальды жыныстық қатынас, енді білесіздер, көтеншек арқылы болатын жыныстық қатынас болғаннан кейін әйелге өте дискомфортты, өте болезненный процедура. Бірақ соны біздің қазіргі заманда кейбір сексологтар тіпті дұрыс қалай анальды жыныстық қатынасқа түсу керек деген сабақтары да бар екен. Анальды жыныстық қатынасқа қалай дайындалу керек де үйрететін сабақтар бар. Енді бір нәрсені айтқым келеді. Анальды жыныстық қатынас бұл біздің дінімізде харам. Дін тұрғысынан жарайды. Дінге сенетін адам бар, сенбейтін адам бар. Медициналық тұрғыдан қарастырайық. Дәрігер, сексолог, гинеколог есебінде бір нәрсені айтқым келеді. Біздің әрбір органның атқаратын қызметі бар. Мысалы, қолымыз кірлейді, лас болады, біз жуамыз, содан кейін тамақ жейміз. Егер қолымызды жумасақ, лас қолымызбен тамақ жесек не болатынын өзіңіз білесіз, өйткені микроб келеді қолмен. Дәл сол сияқты біздің әрбір ағзамызда өмір сүретін микроорганизмдер бар. Ішегімізде басқа микроорганизмдер өмір сүреді. Особенно ол жерде өмір сүретін кишечный палочкалар бар. Ауыз қуысында өмір сүретін микробтар, олар мүлдем басқа. Көтеншекте өмір сүретін микроорганизмдер бөлек. Сіздерге түсінікті болу үшін тазды алып көрсетейін сіздерге. Мынау кіші жамбас қуысы, осындай жамбас әйелде де, еркекте де болады. Енді кішкене анатомиялық ерекшеліктері болады таз сүйектің құрылымында. Бірақ түптеп келген кезде практически сүйектер бәрімізде бірдей. Және әйелдің астында білесіздер 3 тесік болады, грубо айтатын болсақ, сиетін тесік, жататын тесік, тұшатын тесік. Зәр шығаратын канал бар. Зәр шығаратын тесік, ол жерде мүлдем басқа микробтар өмір сүреді. Қынап бар, күйеуіңізбен жататын жеріңіз, ол жерде мүлдем басқа микробтар өмір сүреді. Көтеншекте үлкен дәрет шығаратын, ол жерде мүлдем басқа микробтар. Хотя бір-біріне өте жақын орналасқан, бір қарасаңыз, осы микробтар бір-бірімен араласып кеткен кезде прям бұзылыстар пайда болады. Мысалы, кейде кишечный палочка, яғни көтеншекте болатын микробтар, сиетін кіші дәрет шығаратын жаққа қарай өтсе, ол жерде цистит болады. Әйел қайта-қайта, мысалы, жыныстық қатынастан кейін цистит болып қалдым деп жатады, немесе қынаппен тікішектің микробы қынаптың ішіне түсіп кетсе, ол кезде жағымсыз сасық иістер шығады. Өйткені қынаптың ішінде дисбактериоз пайда болады. Оны бактериальный вагиноз деп айтады медицина тілінде. Міне осындай микробтардың алмасуының өзінен сондай клиникалық белгілер пайда болады. Сондықтан бұларды бір-біріне араластыруға болмайды. Енді күйеуіңіз егер көтеншек арқылы жыныстық қатынасты сұрайтын, неге сұрайды соны? Жалпы не жетпей жатыр, Біріншіден, қыздар, қынаптың кеңейіп кетуі. Яғни еркек адамға фрикция алу үшін, то есть оның жыныс мүшесі тұрғаннан кейін жақсылап қозып, жақсылап оргазм алу үшін, жақсы бітіру үшін оған үйкелу керек. Жыныс мүше кірген кезде именно қынаптың қабырғаларын сезіну керек, үйкелу болу керек. Егер сол үйкелу болмаса, ода сезім өте әлсіз болады. Сондықтан олар одан да тар жерді іздейді, яғни қынапқа қарағанда көтеншек тар болғандықтан сол жаққа кіргісі келеді. Бірақ бұл дінімізде де харам, медицинада да дұрыс емес. Себебі көтеншек ол жыныстық қатынасқа арналмаған орган. Егер жыныстық қатынас кезінде қатты грубо бір нәрсе жасалынып кетсе, бірден көтеншек жыртылып кетеді. Оны қазір дайындайтын әртүрлі тәсілдерді ойлап тауып жатыр. Оның барлығы адамның азғындап ойлап тапқан нәрсесі. Бірақ шындығында келген кезде, егер біздің табиғатымызда көтеншекпен жыныстық қатынасқа түсуге арналған болса, онда ол сондай өзі-ақ жыныстық қатынасқа түсе алатын еді. Ешқандай дайындықсыз-ақ. Дайындықпен түседі, кеңейтіп жатады, неше түрлі нәрсаттар жасап жатады. Оның барлығы ертең көтеншектің рак болуына тікелей ықпал етеді. Бүгінгі таңда именно көтеншекпен жыныстық қатынасты өте қатты пропаганда жасайды, прям порно фильмдарды көрсеңіз, еркектердің именно көп сізден жыныстық қатынас талап ететін себебі олар порноны өте көп көреді. Сол жерде көрген нәрсені олар әйел жасап жатыр ғой, демек мен де өзім әйеліме жасағым келеді дейді. Бірақ естеріңізде болсын, порно актрисалар, олар 40 бәлен рет операция жасап тастаған, уже жасайтын жерін бәрін жасап, бәрін искусственно жасайтын жерін бәрін жасап алған, Сондықтан оларға еліктеудің мүлде қажеті жоқ. Табиғи жағдайда күнделікті өзіңіздің өміріңізде
ол порнода жасалған дүниелердің барлығын жасау қажет емес. Вообще порно көру ол адамның психикасын өте қатты бұзатын нәрсе, есте сақтау қабілетін бұзып жібереді, жалпы мидың ойлау дәрежесін бұзатын нәрсе. Неге порно индустрия қазір өте қатты қарқынды дамып жатыр? Адамдардың біріншіден трафиктік план дейді, интернетке біз ай сайын ақша төлейміз, соның барлығы көбінесе осы порно фильмдерді көруге кетеді екен. Сондықтан ақша табу мақсатында жасалынған фильмдерді көрудің қажеті жоқ. Және менің ойымша ол заңмен тыйым салыну керек. Мысалы, Құдайға шүкір, ютубта порно фильмдер көрсетілмейді. Ал басқа жерлерде порно фильмдерді еркін көруге болады, еркін доступта тұр. Сондықтан балалардың да сондай нәрселер көргеннен кейін психикасы бұзылады, және ертең анальды жыныстық қатынас оларға норма болып қалыптасып кетуі мүмкін. Ертең көтеншектің рагы, сосын үлкен дәретін ұстай алмау жағдайлары болуы мүмкін. Өйткені көтеншекте сфинктер бар. Ол мысалы сізге үлкен екі сфинктер болады, біреуі үлкен дәрет келген кезде ашылады. Біз уже үлкен дәретке барғымыз келіп тұрғанды сеземіз. Біз айналамызда адамдар бар, жанында дәретхана болмаса, сол сфинктерді қысу арқылы біз орнымыздан тұрып дәретханаға дейін бара аламыз. Содан кейін оны миымызбен басқару арқылы ашып, жаңағы туалетте екенімізді сезіп, үлкен дәретімізді жібереміз. Сол сфинктер зақымданса, адам үлкен дәретін ұстай алмайтын болады. Сол себепті үлкен көтеншек арқылы жыныстық қатынасқа түсуге болмайды медициналық тұрғыдан. Ертең ол зақымдануының кесірінен геморрой, тіпті сол геморройдың кесірінен рак болып адамдар қайтыс болып кетіп жатады. Еркек неге енді аналды жыныстықты қалайды? Біріншіден сондай порно фильмдерді көру, оның ориентациясының өзгеруі, екіншіден әйелдің қынабының кең болып кетуі, және жұбайлық өмірде разнообразияның жоқтығы. Яғни бір позада кешке дейін бір киімде, бір бөлмеде бола беру адамды жалықтырып жібереді. Сол үшін еркек бір жаңа бір нәрсені көргісі келеді, и ол жаңашылдықты ол сол көтеншекпен жыныстық қатынасқа болу деп ойлайды. Негізінде қыздар, егер күйеуіңізді қызықтырғыңыз келсе, анальды жыныстық қатынас болуыңыз келмесе, оны басқаша тәсілдермен сіздің жыныстық қатынасыңызға әртүрлі өзгешеліктер, ерекшеліктер енгізуге болады. Оған арнайы сексологиялық курстар бар. Екінші, егер қынабыңыз кең болып кетсе, қынапты тарылтуға арналған фитнес сабақтары бар, интимный фитнес, яғни интимді бұлшықеттерді шынықтыруға арналған. Сол кезде сіздің күйеуіңіз жыныстық қатынас кезінде кірген кезде не то что көтеншек, одан да тугой қып қысып тастауға болады. Және тіпті қынабыңызбен сондай жасалынатын техникалар бар, мысалы поцелуй гейши деп аталады, қынабыңызбен сондай сорып жатқан сияқты, сүйіп жатқан сияқты движениялар жасауға болады. Сол кезде еркекке ол қатты ұнайды, и көтеншек арқылы жыныстық қатынасты сұрамайтын болады. Және бұл жерде әйелдің өзіндік позициясы болу керек өмірде. Яғни күйеуім айтты, болды, істеу керек деген нәрсе емес. Мысалы, ненің болатынын, ненің болмайтынын, ненің оның өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін, ненің харам халал екенін әйел өзі түсінуі керек. Ол үшін өзінің сексологиялық сауаты болу керек. Яғни күйеуім айтты екен деп оны жыныстық қатынасқа түсе беруге болмайды. Тіпті кейде әйелдер оргазм сезбегендіктен, қынабым кеңейіп кеткендіктен күйеуіммен аналды жыныстық қатынаста болдым, қазір геморройдан қиналып жүрмін, күшенсем болды, геморройым шығып кетеді, үлкен дәретім қатты қысқан кезде ұстай алмай қалам, прям жіберіп қоям бұтыма, түшіп қоям дейтін әйелдер өте көп қыздар. Сондықтан бұндай өтірік нәрселерге алданбаймыз. Жыныстық қатынас сізге қаламайтын нәрсені ешкім зорлықпен сізге жасатуға құқысы жоқ. И күйеуіңіз болсын, сіз күйеуіңіздікін, күйеуіңіз сіздің мнениеңізді, пікіріңізді, желанияңызды орындауы керек. Өйткені жыныстық қатынас ол зорлық зомбылық емес, ол ерлі-зайыптылардың арасында болатын, келісіммен болатын, сүйіспеншілікпен, махаббатпен болатын ара қатынас. Осылай, сондықтан қыздар қынапты жақсы шынықтырыңыздар, және интимді фитнесқа барып, қынаппен жұмыс істеуді, қынапты басқаруды үйрену біріншіден өзіңіздің денсаулығыңызға пайдалы, екіншіден күйеуіңізбен сексті бір керемет нотаға, керемет деңгейге жеткізеді. Қыздар, қынаптың кеңейіп кету белгісі ол қынаппен осыру, және төсек қатынасы кезінде оргазм сезбеу, и күйеулер айтатын, кең ештеңке сезбеймін деп. Кімде осындай белгілер пайда болса, немесе жалпы өзінің бір сексуальностін арттырғысы келсе, осы жерге номер қалдырып кетем, хабарласыңыздар, білімдеріңізді арттырыңыздар. Ал харам тірліктен аулақ болыңыздар.